Биыл Қазақстан Республикасы Конституциясының қабылданғанына 21 жыл. Елімізде тұрып жатқан әрбір ұлт өкілі өзін тең сезінетін, татулығы жарасқан қазақ елінің өсіп өркендеуі бүгінде әлем жұртшылығына үлгі өнеге. Бұл ата заңымызда барлық адамзаттық құндылықтар мен өркениетті игіліктердің қамтылғандығының белгісі. Ата заң күнін Петропавл жұртшылығы да салтанатты түрде атап өтті. Қазақстан халықтары ассамблеясы жанында этномәдени бірлестіктер ұлттық тағамдар көрмесін ұйымдастырды. Бұл жерде өңіріміздегі түрлі ұлт өкілдерінің 15-тен астам ұлттық тағамдары қойылды. Достық дастарханынан қала тұрғындары мен қонақтары да дәм татып жатты. Конституция – это праздник нашей стабильности нашего общества. Конституция күні бұл біздің тұрақтылығымыздың белгісі. Биыл Қазақстан тәуелсіздіктің 25 жылдығын атап өтеді. Бұл дегеніміз аяқтан нық тұрған мемлекет екендігіміздің айғағы. Еліміздегі 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері тағдыр мен тарихи оқиғалар негізінде бір шаңырақ астында Конституция қағидалары негізінде топтасып отыр. Бүгінде Солтүстік Қазақстан облысы Қазақстан халықтары ассамблеясында 24 этномәдени орталық өз жұмысын жасап келеді. Конституция күніне орай орталық өкілдері концерттік бағдарлама ұсынды. Вас всех с этим замечательным праздником. Барлықтарыңызды осынау мерекемен құттықтаймыз. Зор денсаулық, ашық аспан тілеймін. Еліміз гүлдене берсін. Барлығымыз 21 жыл бойы татулық пен бірлікте өмір сүріп келеміз. Еліміздегі тыныштық пен бірлік, ынтымақтастық еліміздің өсіп өркендеуі ата заңымызға тікелей байланысты. Осынау маңызды мереке күні облыс тұрғындары еліміздің байрағы биік, әрдайым аспаны ашық болуын тілесіп құттықтап жатты. Праздником желаем процветания нашей стране, благополучия и всем удачи. Петропавл тұрғындарын осы мерекемен құттықтаймын. Ата заңы, осы негізгі заң барлығымызға қабыл болсын. Поздравляю всех с этим праздником, с Днем Конституции. Желаю своей стране процветания. Конституция күні бір өте үлкен мереке. Бүкіл қазақстандықты бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Бәріне зор денсаулық, ашық аспан. Біздің Қазақстан гүлдене берсін.